Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері тақырыбын қарастыратын боламыз. Жалпы екі айнымасы бар сызықтық теңдеудің түрі мынандай болады: ax плюс by тең с. Біз алдыңғы сабақта бір айнымасы бар теңдеулерді қарастырдық. Ax плюс b тең 0 дейтін. Бір айнымасы бар дегеніміз өрнектің ішінде тек бір ғана айнымасы бар айтамыз. Ал екі айнымасы бар сызықтық теңдеу дегеніміз екі айнымасы бар айтамыз. X пен Y-ті. Бұл жерде X пен Y айнымалы, ал A, B, С бізде сан болады. Жалпы екі айнымасы бар сызықтық теңдеу, мысалға 3x плюс 2y тең 6 деген сияқты осындай түрде беріледі. Біз осындай есептерді шығару үшін көбінесе теңдеулер жүйелерін пайдаланамыз. Теңдеулер жүйесін шешудің бізде екі амалы бар: қосу амалы және алмастыру амалы. Бірінші мысалды біз қосу амалымен шығарып көрейік. X пен X-ті, Y пен Y-ті жетіге бірді қосып шығамыз. Просто екі теңдеуді бір-біріне қосып шығамыз. Сонда X қосылған Y пен минус Y қоссақ 0 болады. Жетіге бірді қосамыз, 8 болады. Сонда X-іміз тең болады 8-ге, X-іміз тең болады қаншаға? 4-ке. Енді Y-ті табу үшін осы X-ті мына жерде тұрған мынаға немесе мынаған әкеп қойсақ болады. Астында әкеп қоя салайық. Сонда 4 азайтылған Y тең болады 1-ге. Сонда Y-іміз нешеге тең болады? 3-ке тең болады. Жауабы 4 және 3 болады. Енді екінші мысал алмастыру амалымен істеп көрейік. X плюс Y тең 9, 2x минус Y тең 3. Осы жерден біз Y-ті өрнектеп алайық. Мына жердегі Y-ті өрнектеп алайық. Ол үшін Y тең 9, мына жерде қосылып тұрған X-ті мына теңдіктің оң жағына минусты өткіземіз. Енді мына жердегі Y-ға мына 9 минус X-ті әкеп қоямыз. 2X-ті жазамыз. Минус Y-дің орнында бізде 9 минус X шықты. 9 минус X-ті әкелеміз. Тең болады 3-ке. Енді жақшаны ашамыз. 2X минус 9 плюс мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. Тең 3-ке. Сонда 3x-іміз тең болады 12-ке, x-іміз тең болады 4-ке. Енді біз Y-ті табу үшін x тең 4-ті міне x-іміз 4-ке тең болды, мына жерге әкеп қоя саламыз. Сонда Y-іміз тең болады 9 азайтылған 4-ке. Y-іміз тең болады 5-ке. Сонда жауабы 4 пен 5. Бірінші x, содан кейін Y жазылады. Енді кішкене күрделі мысал қарастырайық. Мына есепте біз қосу амалында немесе алмастыру амалында шығарсақ болады. Қосу амалын 3 қайсысы оңай? Меніңше астын 3-ке көбейтіп жүрген дұрыс сияқты. 3-ке көбейтсек, қосатын болсақ, тез шығады. 4 олай болса 4x плюс 3y тең болады 29. Үстіне теңдеуді өзін жазамыз. Астына 3-ті көбейтіп шығамыз. 2x-ға 3-ті көбейтетін болсақ 6x минус 3y тең болады 3-ке. Енді екеуін қосып жіберетін болсақ 10x тең болады. 29-ға 3-ті көбейтеміз қанша? 29-ға 3-ті қосатын болсақ 32 болады. Сонда x-іміз тең болады 32 бөлінген 10-ға. 10-ны 2-ке қысқартатын болсақ 19 бөлінген 5 бар. 19 емес. 16. 32-ні 2-ке бөлетін болсақ 16. 10-ды 2-ке бөлетін болсақ 5 болады. 16 бөлінген 5. Енді Y-ті табуымыз керек. Y-ті табу үшін мына жерде тұрған 2x-дің орнына мынау 16 бөлінген 5-ті апарамыз. Сонда 2 көбейтілген 16 бөлінген 5 азайтылған Y тең болады 1-ге. Енді Y-ті табу үшін 32 бөлінген 5-тен азайтамыз 1-ді.
Сонда бізде y-тің өзі шығады екен. Сонда y-іміз тең болады 5. Мына жаққа 5-тен береміз ба? 16 бөлінген 5. 32-ден 5-ті жазсақ қанша болады? 27 ма? 27 бөлінген 5 болады екен. Дұрыс шықты ма өзі? Кәне тексеріп көре салайық. X-іміз қаншаға тең болды? X-іміз 16 бөлінген 5-ке. 2 көбейтілген 16 бөлінген 5. Азайтқан Y-іміз 27 бөлінген 5-ке. Жоқ, біз бір жерден қате кеттік ше. Себебі 32-ден 27-ні азайтсақ 5 болады ғой. Дұрыс екен. Астынан 5-ті қоямыз. 32-ден 27-ні азайтсақ 5 болады. 5-ті 5-ке бөлетін болсақ, онда 1 болады. Сонда біздің жауабымыз дұрыс екен. Мына жақты өлшеп тастайын. Екінші есепті шығару үшін. Сонда жауабы 16 бөлінген 5 және 27 бөлінген 5. Енді екінші мысалымыз. Кейбір асты бөлшектер қосылып берілген екен. Бұл жерде сразу x-ті тауып алсақ болады. Мына жерде түбірастан құтылу үшін, түбірасты x пен 4-тен құтылу үшін екі жағынды квадраттай саламыз. Теңдіктің екі жағын бірдей санға қосуға болады, азайтуға, көбейтуге және бөлуге болады. Тек бірдей санға біз бірдей екеуін квадраттап, немесе түбірастына да алуға болады. Квадраттайтын болсақ, x-іміз тең болады 16-ға. Енді x-ті орнына апарып қоямыз. Мына жерге апарып қоямыз. 16-ны бөлеміз 2-ге, қосамыз y-ті тең болады 8. 16-ны 2-ге бөлеміз 8 қосылған y тең болады 8-ге. Сонда y-іміз қаншаға тең болады? 0-ға тең болады. Сонда жауабы 16-да 0 болады екен. Енді мәтінді есептеді екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйелері арқылы шығару дейді. Мысал, екі санның қосындысы 48. Бірінші санның 2 еселенген мәні мен екінші санның 3 еселенген мәнінің қосындысы 126-ға тең. Сандарды табыңдар дейді. Екі санның қосындысы, екі сан дегеніміз x пен y-тің қосындысы 48-ге тең дейді. Енді бірінші санның 2 еселенген мәні, бірінші сан дегеніміз x, 2 еселенген мәні менен екінші санның y-тің 3 еселенген мәні, 3y екеуінің мәнінің қосындысы 126-ға тең дейді. Тең 126-ға. Енді осы жерде жүйені шығаратын боламыз. Бұл жерде не істеп болады біз? Жаңағыдай минус 2, минус 3-ке көбейтіп қосып болады, немесе алмастыру амалымен шығарсақ болады. Давайте алмастыру амалымен шығарайық. Олай болса, x-ті өрнектеп алайық. X дегеніміз 48 минус y болады. Енді мына жердегі 48 минус 2 x-ті мына жерге әкеп қоямыз. 2-ні көбейтеміз 48 минус y-ке. Плюс 3y тең 126-ға. Енді жақшаны ашамыз. 48 2-ге көбейтеміз. 96 минус 2y, 2y плюс 3y тең 126. Сонда y-іміз тең болады. 126-дан 96-ны азайтсақ қанша болады? 126 минус 96 30. Сонда y-іміз 30-ға тең екен. Енді x табу үшін мына жерге 30-ды апарып қоя саламыз. Сонда x қосылған 30 тең 48, y-іміз тең болады қаншаға? 48-ден 30-ды азайтсақ 18-ге тең болады екен. Сонда жауабы мынау y-іміз x бар. Сонда x-іміз 18, y-іміз 30 болады екен. Енді келесі мысал. 3 дәптер және 2 қалам үшін 460 теңге төленді. 2 дәптер және 5 қалам үшін 600 теңге төленді. 1 дәптер мен 1 қаламның бағасын табыңдар дейді. Өте қарапайым, оңай есеп. 3 дәптер. Дәптерді біз x деп алайық, қаламды y деп алайық. 3 дәптер және
2 qalamni 2 y deb alayıq. 2 үшін 460 теңге төленді дейді. Ал 2 дәптер менен 5 қалам үшін 600 теңге төленді дейді. Осы жүйені шешетін болсақ, бір дәптер мен бір қаламның бағасын табатын боламыз. Енді бұл жерде үстіңгі жүйені 5-ке, теңдеуді астындағы теңдеуді 2-ге көбейтсек болады. Олай болса 3x-ті 5-ке көбейтеміз. 15x қосылған 10y тең болады. 460-ті 5-ке көбейтеміз. 460-ті 5-ке көбейтеміз. 2300 болады екен. Астыңғы теңдеуді 2-ге көбейтеміз. 4x қосылған 10y тең болады 1200-ге. Енді астыңғы теңдеуден үстіңгі теңдеуден астыңғы теңдеуді алып тастай салсақ болады. Сонда 15-тен 4 тазайтамыз. 11x тең болады 10y-тен 12 тазайтсақ 0, 2300-ден 1200-ді азайтсақ 1100 болады. 1100. Сонда x-іміз тең болады қанша? 100. X дегеніміз бізде не еді? Дәптер. Демек, бір дәптердің бағасы бізде 100 теңге екен. Ал енді оның бір қаламның бағасын табайық. Ол үшін x апарып, мына жерге апарып қоя саламыз. Мына жерге немесе мына жерге кесіп болады. Мына жерге келеді. 2 көбейтілген 100 қосылған 5y тең болады бізде 600-ге. Сонда 5y-іміз тең болады. 600-ден 200-ді азайтамыз қанша? 400. Сонда y-іміз тең болады 80-ге. Сонда біздің дәптеріміз 100 теңге, ал қаламымыз 80 теңге екен. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.